Бұл есепте 2 кубик берілген, қызыл және көк. Қызыл және көкті кубиктер тастағанда, қызыл кубиктің түскен балы көк кубиктен үлкен болу ықтималдығын табуымыз керек. Ол үшін біз жалпы жағдайларды тауып аламыз. Бізде 36 вариант бар. Екеуін тастаған кезде, өйткені 6 жақты көбейткенде 36 болады. Енді қызылдікін көрейік. Red варианттары 1 түсу мүмкін. 2, 3, 4, 5, 6 варианты бар. Ал енді көктен blue. Көк түскен кезде қызылдың очкосы көктен көп болу керек. Ал қызылда 1 түскенде көктің ешқандай очкосы одан кіші бола алмайды. Барлығы үлкен болуы мүмкін, немесе 1 болғанда тең болуы мүмкін. Ал 2 болған кезде, мына жерде 0 вариант деп қояйық. 2-де 1 кішкентай болуы мүмкін. Ал 3-те 1 және 2, 4-те 1 және 2, 3-тер кіші болуы мүмкін 4-тен. Ал 5-тен кіші сандар 1, 2, 3, 4, 6-дан кіші болатын 1, 2, 3, 4, 5. Міне осылардың бәрін қосындысын табамыз енді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Сонда жалпы варианты бізде ықтималдығы 36-тан 15 болады. Қысқартып жіберетін болсақ, бұны 3-ке 12-ден 5 болады. Ықтималдығын таптық. 12-ден 5. Д жауабы.